Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. 5 қабатты зәулім үйге қоныс тепкендер дөңгелек жүзді, қысық көз, бетінен күлкінің иірімі кетпейтін осы бір жігітті сондай жақсы көреді. Сөйлегенде ұртында үйіріліп тұратын ұшқыры, оның әзілі мен әжуасын, тіпті сені мазақтап тұрғандай болып көрінсе де, жан сарайын жайып салғаны өзіне сондай жарасымды. Шын күлкіде шындық бар. Портрет салуда бір шебері біреудің жымиған сәтіне тәнті болып, соңынан қалмай жүріп, суретін салып, көрмеге қойып, атағы аспандатты дегенді де естігенбіз. Бұның қалжыңының зілі жоқ, қазақша сөйлеп, қожанасырлық мақаммен кімді де болса қайтарып тастайды. Езудің ыржиып, екпіндеп күлгенімен бұлай шыға бере, ойлансып, осы менің болмысымды бейнелеп тұрған жоқ па деп, таза болғанда сұрама. Ауладағыларды тазалыққа тәнті еткен біреу болса, осы ким. Бір тұрғын сен жүрген жерде жапырақ жатпайтын болды ғой деп еді. Жапырақ біткен, сатылып кетті. Кезек жапыраққа келген білмейсіз бе деп қайырып тастады. Бұрын министр болған аспан көкірек адам дегенде сөз қарғыбауы өз мойнына ілінгенін білсе де, тартыншақтап тұрып, көңілдірек күліп жіберді. Тура сөзде туған жоқ. Әділ сөзге әкең де басын иет. Ол шындықты күлкімен көмкеріп кетіп бара жатты. Иә, бұл үйде кілең зиялылар тұрады, бірақ аристократ емес. Элита деген тізімге ілінгендердің әншейін бір жерге жиналған шоғыры. Қалада 5 қабатты үйде лифт жоқ еді. Бұларға күштінің дүмі дермен тартып, тұрғын үй құрылысы ережесін аттап кетіп, лифт орнатты. Енді ешкімде биікке қарай ентелемейтін болды. Төмен түсуге де ерініп, лифтінің қызыл түймесін басып, пойыз күткендей күтіп тұрып алатынды қайтерсің. Аула сыпырушыны осы маңдағылар түгел кем деп атайды. Оның есім сойы, бірақ сөз. Әкесінің атын ешкімде алға тартпайды. Дөңгеленген аула жылан жалағандай таптаза. Таңғалтыда кимнің сыпырғышының сыр етіп асфальтты тырмалап жатса, қоқыс салғыш дүңгіршек жәшігі тез сол мезетте аузын ашып жұтынып тұрады. Тіпті әр есіктегі үй ауыстырамыз, пәтерді жалға аламыз, есік терезе жөндейміз, компьютер, қалта телефон сатамыз, әсемдік әлемі сұлулық салонына шақырамыз, танго үйретеміз, вальс үйірмесіне келіңіздер деген алба-жұлба жарнамалар да кем келгелі есікке ілінбейтін болды. Өйткені қағаз жарнама 1-2 күннен кейін желімі ажырап, есік алдында желпілдеп жатады. Зиялының табаны қағаз басқан сайын кіржиіп, осы аула сыпырушы не бітіреді екен деп кейістік білдіреді. Үй бұрышындағы 4 бұрышты үйшікте өмірін өткізіп жүрген күзетшіге жарнама жапсырғатындар келсе жіберме, көнбесе маған айт деп ескертіп қойды. Сонан бері есік те таза, аула да тап-тұйнақтай, артық зат жоқ. Тіпті күздің сәні жерге түскен сары жапырақ та сағынышқа айналды. Осы 75 пәтерлі үйдің тұрғындары түгел жақсы көретін аула сыпырушы 13 пәтерде тұратын академик Власовқа ғана ұнатпайды. Кимде кездескен жерде Вася жағдайын қалай деп түйіріп өтеді. Вася үйде ұстайтын 3 жасар иті, соны жалғыз перзентінің орнын басар, ұябасар ғана асырап отыр. Бір ғажабы осы кісіні ешкім құрметтеп, өз атымен әкесінің есімі сойылын қосып айтады. Сырықтай бойына сұп-суық жүріс-тұрысына қарап, тек Власов дейді. Қалған қондырған жалғыз ұлы қазақ елі тәуелсіздік алғалы. Мәскеуде өзі де солай қарай бет бұрсам ба деп іштей тынды. Бірақ Алматының жұпар ауасы мен қызыл алмасын, үй түбіндегі
жайқалған саябақты, сол жерден басталған сарқылып аққан кіші Алматы өзені бойындағы жаяу соқпақ тротуарды қимады. Ең әуелі тұрғылықты халқы қарапайым көнбіс. Сосын Вася Мәскеуге үйрене алар ма екен? Ол жақта ит ұстамайтын орыс жоқ, ит те бір, адам да бір деп өзіне өзі күмәнмен қарайды. Перзенті телефон соққан сайын: Вася қалай? Васяны сағындым. Келсе үйреніп кетер еді. Мен оны ит үйретушілер үйірмесіне бірден кіргіземін. Алматыда не бар? Ол бір деревья ғой, дейді. Алматыда ер туған жеріне, ит тойған жеріне деген мақал бар. Мәскеу итім түгілі мені не қылсын деп жіңішке даусын шиыршақтап жіберген. Әкесіне емес, итін сағыныпты. Ит неме? Сол жерде итке Алматыдағыдай жағдай бола қойса, көптің бірі қолының кірі болып көрінген бұралқыға таланып жүреді де, сен соны білем дейсің бе? Мектеп бітірдің де тайып тұрдың. Бұл жер жанның жұмағы, адамдары көнбіс, өзіне болмаса да өзгеге болса екен деп тұрады. Ақ азулардың ортасында барғанда итім түгілі өзімнің күнім не болмақ деп баласын алыстан кінәлап басын ұстап отырып қалды. Сол сәт терезеден жирафтай сорайған 25 қабатты қонақ үйдің төбесі көзіне шалынды. Осының алды қазір шабаданын қолға ұстап, қапшығын арқалаған Ресейден келген Украиндағы соғыстан қашқан босқындар. Пәтерге алмайсыз ба? Ақысын 2 есе төлеймін деп жүргізбейді адамды. Саябақта да жөндеп серуенде алмайсың. Менімен бір әкеден туса да неге осыларды шекарадан өткізеді екен? Қазақтың Мәскеуді қорғағаны аздаяқ. Есік алдына шығып, тиіп тұрған тал теректегі майыспақ саябаққа барып сәл серуендеп, өзен бойлап биікке өрлегісі келді. Тау өзені өзіне тартады да тұрады. Майда толқындар ұлына деген ренішін азайтып, көңілін сергіткендей солай қарай ала қашты. Қарбауын ұзын ұстаған 3 жасар Васька да өзенге қарай ентелеп, тұмсығымен жер искелей жөнелді. Су ағысын тежеп тұрған арбиған торғатты өтіп, енді ғана су сылдырына құлағын елтей бергенде қарсы алдынан ужас деген шар еткен дауыс шықты. Васька іші томпайып көріне бастап, аяғы ауыр әйелдің жіңішке сирағын жалап тұр. Ужас! Почему так? Неге итіңізді қарғыбауын тартып ұстамайсыз? Деді аяғы ауыр келіншек әрең сөйлеп. Я буду жаловаться. Власов итіне қарап, миығы тартып, көзілдіргінің астынан күлімдей қарады. Ештеңе етпейді ханым, бұл сүт іздеп жүр ғой. Сіздің бойыңызда жас ананың сүті бар, соны сезіп тұр ғой, деп әзіл айтқан болды. Жауабының түрін қара. Мен демалып, ішімдегі болашақ сәбиімді де демалдыру үшін шықтым ғой тротуарға. Енді менің сәбиім қалай болады? Жарық дүниеге қорқақ болып шықса ше? Келіншек жыламсырап тұр. Қам жемеңіз. Васькаға ұқсаса қорқақ болмайды. Васька сияқты алғыр болады, деп жүре беріп еді. Қарсы алдынан аула сыпырушы Ким шыға келді. Сен қайдан жүрсің? Деді абдырап. Маған тротуарда жүруге болмай ма? Күрек пен сыпырғы ұстаған адам демалуға болмай ма? Бері жүр. Сирам денесі қолтықтап алып өзеннің басталар тұсындағы қазаққа жапсырлаған тақтайдағы қарай сүйрелей жөнелді. Мынаны оқуға академиктің сауаты жететін шығар, әлде мемлекеттік тілде қазақша жазылмаған деп оқымайсыз ба? Қазақ арасында өскен Кимге бәрібір орысшада қазақшада ағып тұр, кәрісшеде туған тілі. Әлде Власковқа немісше жазу керек пе? Деп бетінің иімін үйіріле қарады. Анау көзі шатынап, дөңес көзілдіргінің астынан жеп жіберердей боп шүйіріліп тұр. Кішірие салуға ұлылығы жібермейді, бірақ мына кәріс жан жебіріне жетіп барады. Міне қара,
Тренкумда жүру ережесін оқыңыз. Тренкум неміс пен француз сөзінің қосындысы, яғни соқпақ жол, адамды емдейтін шипалы жол. Ученый дворник деп күбірледі. Генерал Власков деп Ким көкірегін бір тырнап өтті. Өзінің сөзінің астарында отанын сатқан қолбасшы тұр еді. Мынау ережені оқи алмай тұрсың ғой, бірақ құлағың сау емес пе? Тыңда. Тренкумда итпен қыдыруға болмайды, өйткені бұл жерде адамдар су сылдырымен емделеді. Биікке қарай қадам басқан сайын адам бойындағы артық ауа сыртқа шығып, жанның жадырайды. Сенің де бойыңда артық заттар аз емес. Пашол деп күбір етті Власков. Мына әйел сотқа берсе, куә болып қатсам, деп жаяу бүлкіген басып төмен қарай жөнеп кетті. Ким жаяу соқпаққа күнде кешке шығып, түн баласына сергіп қайтушы еді. Бұл түні ұйқысы шала болды. Аяғы ауыр әйелдің шар еткен даусы мен Власковтың маңғаз тұрып айтқан жауабы миында қайта-қайта жаңғырып, мазасы кетіп ары-бері дөңбекшіді. Қандай қонақжай, көнбіс халық. Жүргінші жолына дейін өздері демалмай өзгелерге беріп қойған. Бұл елде заң мен ереже сөз жүзінде ғана екен. Өзі туып өскен өзбектің Бостандық ауданында өткен балалық шағын еске алды. Өзгенің жерінде отырса да қазақтар нанын өзбекше жауып, қазан ошағы мен дастарханын қазақша ұстайды. Ұл қызымен жат жерде жатбауыр болып кетпесі екен дейді. Кәрістер аз болса да қалың ортада өзбекше, оңашада кәрісше сөйлесті. Күнбағыс егіп, үкіметке шемішке өткізіп күн көріп жүреді. Алматыда Ленин жолы мешіті тілшісі болып істейтін жамағайыны біреуден екеу жақсы келсейші дегесін жер ауыстырып кеп қалған жайы бар. Ұзамай өзіне ұқсайтын, бетінде ұшқыры бар қызбен көңіл жарастырып, қазақ елінің көне астанасында қалып қойды. Күндіз көрген ауыраяқ әйелдің шар еткен жан даусы құлағына қайта естілді де атып тұрып балконға шықты. Темекі шекті. Тәжіктерге қайта кетсем бек екен. Қайта шапқан жау жаман. Ленин, Чичи деп жабылады. Жолға да алатаяқ тартылды. Қос президентім енді қай тілде сөйлеп кім болар екен? Ким ащы темекіні үсті-үстіне сорды да балконның бұрышындағы кенеп қапқа қол сығып бір уыс шемішке алып шырт-шырт шаға бастады. Темекіден кейінгі жанына дауа осы шемішке. Шырт-шырт еткен сайын көңіл шіркінде бір көрініс көлбең ете қалады. Қуырылған қара қабықты алақанын толтырып ап қоқыс салғышқа тастады. Тазалық табалдырықтан басталады. Жерде қалау көрсе жаны тынышталмайды. Ким сауатты, ким зерделі, оқымайтын кітабы, көрмейтін киносы жоқ. Тек басқалар сияқты институт бітіріп, диплом алып, кәсіп қумаған. Жұрттың бәрі бастық болса қара жұмысты кім істейді деп білгісі келгендерге қолмен қойғандай қылып жауап береді. Қой, бұл жерде тазалығын менен басталады. Кірісейін. Ол сыпырғышын алып тысқа шықты. Сібірлеп таң атып қалыпты. Сыр-сыр етіп Кимнің сыпырғышынан шыққан үн музыка дерсің. Бұдан Власковтың басқаның бәрі біледі. Таң алдында ұйқылы ояу жатқан тұрғындардың бойын бір жіңішке сезім билеп, көз алдына Ким көлденең кетеді. Ауру айтып келмейді. Індет бұған жатып бас салды. Коронавирус індеті де Алматыға солай келді. Наконец-то келді деген елдің бас эндокринологы дәрігері абдырап айтқан сол сөз үшін тағынан түсті. Бірақ көшедегі індет қоздырған су бүркішті десе, енді біреу сіріңке қорабына салып наском таратыпты деді. Әйтеуір әлемдік кесел біздің ауылға да айқайлап келіп, азаматты баудай сүрді.
Оның бәрін аула сыпырушы күнде 75 пәтердегі 300 жұмыр басты пендені көріп жүріп, бұл адамзаттың ниеті бұзылғанын келген нәубетпен дейді. Бәрі тойымсыз, бәрі пайдасына бас тескен көрсе, кіріп кетудің тайынбайды, пайызсыз жерге бас сұқпайды. Власковқа ешкімнің керегі жоқ. Ресейдегі жалғыз перзентінен гөрі ит қасында болса, көңілі тоқ. Ит сойып жеу кәрістің дәстүрі. Жылда күрең күзде өткізіп, суық қыс жақындағанда қоңқы итті жуып шайып, бір апта бойына тек биыл оған жаңа күрішті суға бөктіріп беріп алдына қояды. 7 қазынаның бірі. Бауыздағанда ішегі топ-толық болып, шұбатылып, дайын шұжық тәбірдінде тартып тұрады. Бұл жерде соғымға соятын ит те жоқ. Ауылдас ағайыннан ажырап қалаға көшкелі кәріске тән дәстүрлі соғым сою дегеннің көзден де көңілден де бұлбұл ұшып кетті. Кеше ғана үлкен үйде істейтін бір дәудің үлдемен бүлдеге оранған әйелі 54% індеттен көз жұмды. Сонда бас изеп, сәлемдесіп жүрген кісілерінен кішілігі басым көз таныс кіріп көңіл айтты. Ішкені алдында, ішпегені артында, менің қатыным неге өлді деп өкініш білдіріп, өмірге деген өкпесін жайып салды. Аурухананың есігін ашпастан үйге дәрігер шақыртып, қымбат дәріні тауып беріп, ауру бізге не қылар дейсің? Келсең кел деп кеселмен ұстасып, жайбарақат жата беріпті. Еңсегелі ес түсе айрылғанда ғана жан сақтау бөліміне жеткізіліпті. Бір күн бұрын аулада кездесіп қалғанда, әйел жатыр, жағдайы онша деп еді мұңайып. Көке, деді үлкенге көрсетер ибамен. Ішпесе де бір кесе ағарақты иіскеп, демін ішіне жұтсын. Сонда өкпедегі микроб өлмесе де өлімші болады деп еді. Сен де айтасың-ау кәріс ким деп сөзін жүре тыңдады. Кеше жауырыны жерге тимеген әлем чемпионы да ажал шіркін соңынан ертіп кетті. Көңіл шіркін ажалға ара түссе, бір күн бұрын қала әкімі үлкен басын кішірейтіп, палатасына кіріп көңіліне қос қондырып шыққан екен. Еш дауа болмапты. Оны да жедел жәрдем жоқтау айтып үйге алып келді. Көшедегі қаңғыбас өлмесе, ол ащы тұшына айырып тамақ талғамайды. Қолына түскеннің бәрін аузына салғасын, микроб та соның жанына шығады. Микробта маңдайынан сипасаң басқа шабат. Оны өлтіру үшін далада жортып жүрген 4 аяқ пен асқазанды алып түстер ащыдан дәм тату керек деп ой қортқан Ким 5 қабатты үйдегілердің қайсысын іштей ортақ боп есік алдына қыл қыбырдан адағып үйді қоршаған қызыл жіптен сескенбей көңіл айтып келгендердің көзін тазалықпен аулады. Дүкен біткен жабық, бұрыш-бұрыш толы қиғаш жәшіктер, қисайта киген пилостай мен алабажаққа малынған жас жауынгерлер. Тек анау хачапури деген Грузияның нан дүкені ғана ашық. Оларға ешкімнің тісі батпайды. Жұрт сол хачапуриге тығылып барып, қолдарына нан ұстап қайтады. Кейде грузин қожайын есік алдына джиппен келіп, айқайлап жүріп, нан таратып кетеді. Ким кішкентайлар доп тебер алаңқайды сыпырып болып, белін жаза бергенде, мама деген әйел даусы құлағын жарып жіберді. Анасын шақырып, дауыстап тұрған бойжеткен қазақ қыз екен. Қолындағы дорбаға Власковтың Васькасы бас салып, қағаз дорба дал-долы шығып, жыртылып, 3 жасар ашқұрсақ ит ыстық нанға түк көрмегендей алыс салыпты. Мама, деді бойжеткен, помогите. Власковтың Васькасы әй-шәй жоқ қағаз дорбаны тартқылап, жұмсақ нанды қылқ-қылқ жұтып, тілі салақтап, тәбеті тартып тұр.
Ким үй жаққа қарап еді. Үшінші қабаттың балконынан көзілдірік киген мұны қолабажақтай сидап, бейне өздеріне қарап қол бұлғағандай байқады. Власков итін шақырып тұрған тәрізді. Академик сәл бұрын өз күніңді өзің көріп қайт деп ашқұрсақ итін есіктен ытқытып жіберген. Ким ашу қысып арқасын ұстап келді де пәрше-пәршесі шыққан қағаз дорбадағы жұмсақ нанға басталған итті мойнынан қылғындыра ұстап бойжеткенге қатты зекіді. «Наныңа ие болмайсың ба?» деді қазақшалап. «Невозможно, я пожалуюсь» деп өршелене жауап қайтарды. Ебіл-дебілі шыққан қыз. Ким итті мойнынан қылғындыра ұстап алып, салақтатып алып келді де жол шетінде тұрған өзінің тайқар москвичінің жүк салғышын ашып, топ еткізіп тастай салды. Есеңгіреп қалған итте еш жоқ. Пар етіп оталған москвич қала шетіндегі жер үйді бетке алды. Жүк салғышта тұншыққан иттің қыңсылаған үні шығады. Рөл ұстаған Кимнің құлағына әлгі бойжеткеннің мамалаған жалынышты үнімен ай бұрын жаяу соққыдан ужас деген ақлап үкілеген аяқ ауыр әйелдің зорыққан үні қабат естілді. «Соғымға сойып, басын өзіңе ұстатармын. Көптен дәмді ет жемеп едім. Власковтың итінің дәмі тәтті шығара, ем болсын». Ол шарбақпен қоршалған жер үйге кіре бергенде алдынан шыққан үлкен ұлына «Жылы су дайында» деп пәрмен берді. Жүк салғышты ашып, таза ауа тілеп, тілі салақтаған итті мойнынан қылғындыра ұстап, жертөлеге алып кірді. Жуындырып, шайындырып болғасын қазақы сарынға салып, «Жаның құдайы, жануар» деп өткір пышақпен алқымынан орып жіберді. Сауылдап аққан қаны сарқылып, оң аяғын қатты серпеген кезде иттің жаны шығар тыпыршып көрініп тұрып, қорғансыз қос төмен етегінің жалынышты үні де құлағына қайта естілгендей болды. Сот басталды. Иттің иесі Власков, жәбірленуші де, нанын ит тартып жеген қазақ қыз куә. Залда екі жақтың жақын жырағаттары қатысушы боп төбе көрсетіп отыр. «Иттің басын кесіп ап, иесіне әкеп бергеніңізді мойындайсыз ба?» деп сот төрағасы Кимге орнынан тұрғызып сұрақ қойды. «Мойындайм, қазақ басты ең қадірлі адамына ұстатады. Сізге ескерту жасаймын», деді сот төрағасы. «Сот әзіл айтатын орын емес. Сіз айыпкер Кимнің итті мойнынан қылғындырып ұстап алып кеткенін растайсыз ба?» деп куә бойжеткенге сауал тастады. «Растаймын, өз көзіммен көрдім. Ит менің нанымды тартып жеді ғой», деп қыз бетін басып солқылдап қоя берді. Қатысушылар арасында сылқ-сылқ күлкі естілді. «Залда тыныштық сақтаймыз. Бұл театр емес», деп төраға тағы да ескерту жасады. «Сот мырза, қылмыстың негізгі салған мен емес, Власковтың иті ғой», деп Ким орнынан ұшып тұрғанда төраға ағаш балтамен алақандай үш бұрышты тық-тық ұрып тұрып алды. «Айыпкер Ким, сізге сөз берілген жоқ. Айтарыңызды соңғы сөздерде айтасыз», деді де, «Итті сойып жегеніңізді мойындайсыз ба?» деп шұқшия қарап, таңғалыс сезімін тежей алмай тағы да сауал тастады. «Енді басын кесіп ап, иесіне әкеп бердім ғой», деді Ким тайсалмай. «Демек мойындайсыз», деп төраға ақ қағазды қалам ұшымен түртіп қойды. Сот тергеуі ұзаққа созылмай, айыптаушының сөзінен соң сот айыпкерге соңғы сөз берді. Ол орнынан тұрды. Көңілі көтеріңкі, айыпкер емес, ақиқатты айтып, жұртты иландыру үшін аренаға шыққан майрампазға ұқсайды. Ұртында үйірілген күлкісі, кере қарыс маңдайы тыжырайып, қабағы түймей еркін сөйледі. Сот мәжілісі өмір сүріп отырған тұрғылықты мекенімізге орай мемлекеттік тілде өтуі керек еді. Мен де өз ойымды қазақ тілінде жеткізсем деп едім. Өйткені менің мемлекеттік тілім қазақ тілі, мектепті қазақша бітірдім, деді де. «Басқаларға ыңғайлы болсын дейсіздер ғой, мейлі орысша сөйлейін. Тілде кедір-бұдыр болса айыпқа бұйырмаңыздар.
деп айтар ойын бастап кетті. Ит бейкүнә бойжеткеннің нанын тартып жеді. Мен ара түстім. Бұдан бұрында Тренкунда бойында дәл осы ит аяғы ауыр бір әйелге шабуыл жасаған кезде ара түскем. Оған Власков куә. Власковтың иті бетімен кеткен, ешқашан қарғабауын тартып ұстамайды. Ал бұл жолғысы тіпті сорақы. Біреудің нанын тартып жеді. Қасында иттің есі жоқ. Мен итті жіберген жоқпын. Өзі қарны ашып қашып шықты, деді жәбірленуші Власков. Білесіңдер ғой, дүкенге де шыға алмай қалғанымызды. Сізге сөз берілген жоқ, деп төраға Власковқа қарап ағаш балғаны тақылдатты. Итті машинамен үйге алып келдім. Әрине, адамға жасаған әрекетіне деген ызам да бар. Иесі ит ұстағанмен ережені сақтамады. Ол тамағын тауып жеп жүрген нағыз ит қой, деп дауыстады қатысушылардың бірі. Тишина в зале, деп сот төрағасы ағаш балтаны алға ұстап сыздытып қойды. Қазіргі індеттің ауыр кезі, деп сөзін жалғастырды айыпкер Ким. Жұрт қырылып жатыр. Емге дәрі жоқ. Аспирин сататын көк базардағы жекеменшік жалғыз дәріхананың алдындағы кезек жылынша ирелеңдеп тұр. Қолдан дәрі сататындардың аспирин дегені аналген болып шығып жатыр. Бізге бас ауруы жазатын дәрі емес, қанды сұйылтатын дәрі керек емес пе? Сот төрағасы көзі күлімдеп басын изеді. Бұл ауруға арақ 1001 ем. Иманның өзі спиртті уақытша халалға жатқызамыз деп жар салып жатқан жоқ па, дегенде залда гу еткен күлкі көмкерді. Өмір жасың ұзақ болғыр, спирт жарықтығым деп бір ақын сол күні жырға қосқан жоқ па, деп еді. Зал тағы да көңілді күйге түсіп гу ете қалды. Жалғастырамыз, деді сот төрағасы қабағын түйіп. Мұндай кеселге иттің еті мен борсықтың майы 1001 ем. Оны қайдан табасың? Жейтін нан таппай жүргенде, сөйтіп қолайлы сәт туғанда итті союға бел будым. Басын арулап көм деп иесіне тапсырдым. Итті иесімен қинасын дейді емес пе қазақ? Итті мәдениетсіз әрі ережеге сай ұстамайтындарға өмірлік сабақ болсын, дедім. Міне сол иттің етін жегесін денім сау. Сот орындығына отырмын. Айтып болдыңыз ба? Болдым. Төраға үкім шығару үшін сот залынан шығып кетті де іле қайтып келді. Зал селт тұрып үкімді тыңдады. Үй жануарын қасақана өлтіргені үшін айыпкер Ким 3 жылға бас бостандығынан айырылып, сот залында тұтқынға алынсын, деп үкімді жариялап орнына отырды. Сот мырза, айтар сөзім бар. Осы сот мәжілісін теледидардан көрсетіп, газетке жазу керек. Жұрт біздің індетке де, соғысқа да қарсы тұрар қауқарымыз жоқ екенін. Мен ит жеп аман қалдым, ал ит жемей дәрі таба алмай жүргендер қайтет? 3 жылда амандық болса қайтып келем. Сонда ең әуелі тірі болсаңдар өздеріңе келіп қолымды алам. Сот төрағасының қызыл шырайлы өңі қара қоштанып тартып, сидам денесіне біткен сүйек иығы селкілдеп қалш-қалш етіп әрең сөйледі. Сот төрағасын келеке қылғаның үшін сотталушы Кимге 6 ай жаза мерзімі қосып берілсін. Жалпы бас бостандығынан айырылу мерзімі 3 жыл 6 ай дегенде Полский жай басып кеп білетін кісен салынды. Власков ирелеңдеп орнынан тұра бергенде Ким кісен салынған қос білегін көтерді. Бұл өзін қимай сотқа қатысқан ауладағы таныс білістермен қоштасуы еді. Шілде өтіп, індет сәл саябырсыды. Аула бұрынғыда емес, қоқысқа толып, күздің сары жапырағы жиналған аяқ астында сапырылысып жататын болды. Жаңа келген аула сыпырушы ішеді екен, қай кезде көрсең де серіктерін жиып ап серлік құрып отырады. Арқалы орындықты арзан арақ пен кока-коланың бөтелкесі домалап жатады. Қасында консервінің аузы ашылған қалпында шұқып
қатқан нанның қиқымына таласқан қара торғай мен көк көгершін үймелеп жүр. Жарнама жапсырғыштар жүдәм жақсы болды. Ресейден келген көңілді концерт пен сән салондары, сан қиярлы үйірмелерге шақырған жарнама кірер есікке шақырушы боп ілініп, көз бен көңілді қоса баурап жұтып тұр. Ауладағылар бас қосқан жерде әркімге күлімдеп қарайтын, анадан таза боп туған кәріс жігітті сағына сөз қылады. Кейбіреулер оны соттап жіберген Власиковтың қарасын көргісі келмейтін. Сол тезірек Мәскеуге көшсе екен деген тілеуін айтып та қалды. Иті өліп жалғыз қалған Власиков болса, Мәскеуде мені кімге керекпін деп жылы жерден кеткісі келмейді. Академик дегеннің Мәскеуде академиясының алдында шұбырып жүрген шығар деп Алматыға келген күнне көңілі тоқ санайды. Жалғыз перзентінен жырақта қалып итінің шәу-шәу еткен даусын аңсап, бойын үрей билеген сәттерде балконға атып шығып, итін мойнынан қылғындырып әкеткен аулаға қарайды. Сонда неге қуып барып ара түспедім деп ойлағанымен өзін өзі сөкеттейді. Анау менің сөзімді құлағына ілер ме екен деп бір үрей бойын билейді. 3 жылдан кейін амандық болса қайтып келем. Тірі болсаң, ең әуелі сенің қолыңды алам деді ғой. Сотқа қасқайып қарап тұрып, маған да келіп сәлем беріп жүрмес пе екен. Ол қалш-қалш етіп балконға бір кіріп бір шықты. Дәл сол сәтте бас бостандығынан айырылған Ким Қапшағай қаласындағы еңбекпен түзету мекемесінде жазасын өтеп жүріп, қалтарыста жан-жағына қарайламай, бұқпатайлап отырып, қара сияға малынған иненің ұшымен көкірек тұсын шым еткізіп шұқып алды. Енді қалған 3 жылда күніне бір рет көкірегіне сұқсам дөп-дөңгелек күн бейнесін салып шығам. Ар жағында сотқа тіл тигізіп алған 6 айым тағы бар. Көкірегімді шұқып күнді бейнелеуге толық жетеді. Сонда өзім де қапастан күнге шығам деп көңілін тоқ санады. Тұтқын Ким, не істеп отырсың? Деді бақылаушы офицер қасына жақындап. Білесіз ғой, не істеп отырғанымды? Күн жерді айналмай ма? Әзіл өмірді ұзартады, мерзіміңде ұзартып алып жүрме. Қайда жүрсек те біргеміз ғой. Ол көкірегіндегі иненің жасуындай қандағын алақанмен сипап тастап, тұтқынның қара жейдесін түймелеп, қолын артқа ұстап, қарауылдың алдына түсті. Әңгіменің авторы Қуандық Түменбай, аула сыпырушы. Соңы.